Қайырлы күн достар, біз бүгін қолымыздағы телефонмен ЭЦП ключ ашып, сол ЭЦП ключті қалай өзіңізге қажет адамға WhatsApp желісі арқылы жіберуді үйренетін боламыз. Телефонда ЭЦП ключ ашу үшін Play Market немесе App Store'дан YouGov приложениесін скачать қажет болады. Телефонымызға жүктеп алуымыз қажет. Міне YouGov приложениесін ашамыз. Осы жерден тіл таңдап алсаңыздар болады. Және осы кіргеннен кейін профиль дегенді басасыздар. Авторизоваться дегенді басасыздар. Егер сізде бұрын ЭЦП ключ болған болса, соны қолдансаңыздар болады. Егер жаңасын ашу керек болса, выпустить новое дейсіздер. Міне войти деп басамыз. Телефон номер жазу қажет болады. Сол жазған телефон номеріңізге 6 цифрлық код келетін болады. Сол 6 цифрлық кодты осы жерге тересіздер. Міне енді жаңағы сіздің жаңағы түріңіз арқылы тексеруден өтесіздер. Мұнда енді сіздің телефоныңыз және жеке куәлігіңіз туралы данныйды YouGov приложениесі солай сұратады. Разрешить дегенді басасыз бұл жерде. Міне мұн жерде ЭЦП ключ ашылып жатыр. Пароль ойлап табу қажет болды. Негізі өздері осылай пароль шығарып береді. Немесе сіз өзіңіз жаңадан пароль енгізсеңіз болады. Продолжить дегенді басасыз. Осылай 4 цифрлық код ойлап табу қажет болады. Яғни YouGovқа кірген сайын соны басып отыратын боласыз. Міне менің аты жөнім, жаңа мен данныйым шықты, мынау ЭЦП ключіміз. Енді осы ЭЦП ключті қалай WhatsApp желісі арқылы сіздің өзіңіздің сенімді адамыңызға жіберуге болады. Ол үшін міне телефоныңыздағы файлы приложениесін ашуыңыз қажет болады. Папкасына iPhone дегенді басасыздар. Міне iPhone-да сонда мұнда YouGov деген папка болады. Осы кез келген мұндағы ключ, мысалы ЭЦП, соны ашасыздар. Міне мынау поделиться деген кнопка, соны басасыздар. И міне мұнда WhatsApp немесе WhatsApp бизнес дейді. Сол желілерге жіберсеңіз болады. Немесе былай WhatsApp-ты ашасыз, міне жіберу керек кісіні таңдайсыздар. Далее кнопкасын бассаңыздар, міне кісіге жаңағысын ЭЦП ключіңіз жіберіледі. Дәл солай кез келген адамға жіберуге болады.